Assalomualaikum aziz vatandoshlar. Mаған kommentariyada көбінесе bir so'rovlar kelaveradi. Endi көбінесе emas, arasында шығады. Жаңгелді қалай жаңағы сыртта жүріп айтасаң, неге келіп ауылға келіп айтпайсың дейді да. Сол хақында бір екі ауыз айтып өтейін деп едім. Себебі әрқайсысына комментарияға өйтіп жауап беріп отқаннан сөйтіп бір неден айтқаным дұрыс болар деп ойлаймын ютубтан. Мен кешегіден маған кешегі видеомда Жаке деген шықты, комментарияға шықты, сол Жаке деген. Сондай жаңағы неге ауылда айтасаң, неге ауылға келіп, то есть сыртта айтасаң, ауылға келіп айтпайсың деп жатыр. Мен оған енді түсіндіріп айтып едім, кредитім бар ғой енді менің, шығармайды ғой бұлар. Черный списка. Оны маған жаңа не қылып қойыпты. Неге ауылда келіп алмайсаң, кредитті неге сен ояқта саған біреу ал деді ма, сен соны ойламадың ба, гілең сондай да. Мен оның әрқайсысына жауап берейін отыратындай қылып, былай бір түсіндіріп айтайын. Сол Жаке деген және басқаларға да. Біріншіден, ауылда маған кредит түгі, мына қадімгі телефонға нөмір ала алмаймын мен. Себебі өткен жылы бардым, телефон нөмір алайын десем, маған берген жоқ. Себебі сен пропискадан шығып кеткенсің деп. Мұза көк паспорт менде де бар сол. Құласы мен айтайын дегенім, жаңағы Жаке дегенге неге сен не аласаң, ойланбайсың ба, сонда ар жағын ойланбай гілең сондай да. Мен сол Жакеге жауап берейін дегенім, Жаке, сенің туысқанларың өлейін деп жатқан уақытта сен ондай затты ойламайсың. Кредит аласаң. Өткен жылы хабарыңыз болса, менің інім бар еді. Камал деген інім бар өзімнің. Енді әкеміз бірді, шешеміз басқа. Әкеміз қайтыс болған кезде мен оны өзіме қауендерлік қылып алдым, бала қылып да. Себебі ол кезде қауендерлік қылып алмасаң, оның анасы алдында қайтыс болған, ауру еді. Әкем қайтыс болғаннан кейін ол жас кезінде оны интернетқа жіберетін еді. Соның үшін мен оны қасыма алдым. Оны қасыңа ала алмайды екенсің, оны қауендерлік қылып алу керек. Опекунство дейді орысша. Сондай алдым. Документально ол мен как балам есабында, но інім ғой енді. Сол інім өткен жылы өзі анасы ауру еді. Одан алдында бір екі апасы қайтыс болды аурудан. Біреуі бір 3 жаста, біреуі 17 жаста ма қайтыс болды. Тек ең сол денсаулығы күштілік сол бала еді. Ол да уақытыменен бұның несіде отыра бастады. Енді рак еді да анасы. Сондай туылады. Сол сөйтіп ауырып, бара бұл жүре алмай да қалды. Сөйтіп үйде болып отырды. Сөйтіп қалай айтсам екен, тек тамақ әкеп берсең, тамақ жей алады, отыра алады да болғаны. Жүре алмайды. Алдында кітте жүретін еді, бір 2-3 адым атлайды да, жығылып қалады. Сөйтіп ұлыма бара жүре алмайтын болып қалды. Содан кейін оған тек тамақ әкеп берсең, жейді болғаны. Не үшін кредитке алдым, мен не үшін кредитке батып қалдым. Бұрылары мен жұмыс істеп, өзімнің кредитімнен төлейтін едім, әйелімнен төлейтін едім. Соның қасында отырып қалғаннан кейін мен бір талай уақыт төлей алмай қалдым. Неше айлап жаттым қасында. Содан кейін бұны даже мен бұл паспортынан жоғалтып алдық. Бір себеплер бар, жоғалтып алдық көшкен кезде. Соны мен паспортын алу үшін мына неге посольствоға барған кезде Ақтаудағы өзім бардым да, ол жүре алмайды ғой енді. Ол жоқ, өзі келсін дейді. Ол жүре алмайды ғой. Әкелін көрсетің деп, оны епілеп апардық машинаменен. Епілеп апарса, өйерде дұрыстап сенген жоқ маған. Ол жүріпті ғой дейді да, ол тек 1-2 шармада қасында жүресең құлап қалады ол. Соған сенген жоқ. Сол короче, өйту керек, сонымен қайтып апардық үйге. Оның енді машқалалар көп қой. Ана андай справка, мына мынандай справка. Бара бұл бала жүре алмай қалды. Одан кейін отыратын еді ғой тамақ. Кейін отыра алмайтын болып қалды.
тамақ жеп отырып құлап қалады, басын әнеге ұрады, мінеге ұрады. Сөйтіп қасында сүйкеп отырып тамақ беретін едім. Сол інім мен тамақ беріп отқан кезімде қолымда жан тапсырды. Содан кейін мен байқасаңлар YouTube'қа тақия киіп шығатын болдым. Соның жүзіне дейін тақия киіп жүрдім мен. Міне сондай ахуалдар. Одан басқа бұның енді жасырмай айта берейік, кіші дәрет, үлкен дәрет шығып кете береді. Мына мияға сигнал келмейді да, білмейді, өздері білмейді, шығып кете береді. Сондай кездері мен даже мына енді жағдайымды айтқым келмейді, туысқандар. Енді түсіндірмесем болмайды да. Мен өзім жағдайым, өзім проблемам ғой, бірақ айтқым келмейді, амалсыздан айтаман енді. Себебі мына сұраулар көбейіп кетті. Мен даже сол балаға памперске қарыз болып қалдым. Даже памперске ақша таба алмаған уақытларым болды менің. Шын айтайын, ол кредит былай тұрсын, қайта-қайта ала бересең, сау болсын, мына Ақтаудағылар жәрдем береді. Не только Ақтаудағылар, Алматы болар, Россия болар, жағдайын түсінген адамдар ақша жібереді. Сау болсын, рахмет. Кешегі мына жағдайда да мына балам қамалған кезде сондай ахуал, телефоным жоқ, нем жоқ. Сол кезде де бір даже танымайтын біреулер келіп ақша беріп кетеді. Мен енді үйде болмасам, жаңағы мен қай жерде, онда әйелім жұмыста деймін, сол әйеліме жұмысқа апарып беретін еді. Сау болсын адамдар, сол адамдар. Маған да әкеп беріп нетіп жүрді, бір жерде ұшырасып. Сондай моментлерім болды да, мен мына памперске ақша таба алмай қалып жүрдім. Аптекаларға да қарыз болып да. Қалай алмайсаң кредит? О баланы біздер больницаға жатқызамыз, больницаға алмайды, ол гражданин не емес, паспорты жоқ, қанша ақша мен не қыламыз, оның дәрілері бар. Қалай алмайсаң да кредит? Сен айтып отырсаң, жаңа жәке, сонда ойланбайсың ба, неге не қыласаң деп маған бір ақыл үйреткім келеді. Мен бұның бәрін саған комментарийде жазып отыра алмаймын. Ақыр сөйтіп айтпасам болмады. Адамдарда сондай сыртта жүріп айтасаң, онда ол ауылға бачиш, онда ол жалған патриот дейді. Мені патриот деп есепламай қойың. Мені какой-то обычный блогер деп есеплап қоя қойың. Мен шын айтсам, әзір мен ондай бір есеп істеткен жоқпын. Тек осы блогерство қылып, мына жерде жерлестеріміздің хақ-құқылары қорланып жатпа, соны мен үкіметке жеткізіп жатпан. Мен басқа есеп істеп жатқан жоқпын. Шын айтайын, патриотлық айтатындай мен бір бәріңіз не қылып жатқан жоқпын. Шақырып жатпан, оянуыңызға, неңізге. Қолымнан келгенін істеп жатырмын. Міне, солда туысқандар, соны түсіңдер. Сен отырсаң, ана жерде естен хабарың жоқ, өйтпейсен бе, неге онда аласаң? Мен жаңағы ойланбайсам, мен қазірдің өзінде әйелім зорға жүріпті, әйелім қайта-қайта скорый шақырып, мен және кредит іздеп жүрмін. Даже кредит маған бермейді, біреулерге алдыртып, өзім төлеп жүрмін сол кредитін да. Ана кредитім қалды, мен адамдарға да қарызым бар, кешегіде айттым ғой. Ол жағдайды мен енді бұйды маған жараспайды, айтпайын десем, амалсыздан айтып отырмын. Сол мына сондай сұраулар көбейіп кетті да, туысқандар. Мен ол менің проблемам, ол менің проблемам. Ешкімге жүктегім келмейді. Соны мен түсіндірмекшімін. Екіншіден, жәке, мен Ақтауда тұрып айтайын, Америкада тұрып айтайын, мейлі ауылда тұрып айтайын, сен бәрі YouTube'дан көресің. Менің сол айтып отқаным қайырыңе басып тұрыпты. Мен не мешат беріп жатпан, саған қандай зиян тиіп жатыр. Бұл тема, сен оннан да кешегіден мен видео шығардым ғой, мысалы мына Амантай Сейтмұратты, я мысалы Зүлфияны сондай қылып жатыр. Сен сол ақында айт, бұл дұрыс па, қате ме? Сен басқа жаққа қарай бұрма. Сен совсем бір жаңа мен не деймін, қобызым не дейді дегендей солда туысқандар. Мен саған, например, мінерге мына ауқат пісіріп әкелдім ба, сен сол ауқат мазалы ма, тұзы қалай, соны айт та, сен мінерде дастархан жыртық қой, столдың аяғы сынық қой, басқа зат айтып жатсың да сен, совсем не емес. Мен соны сіздерге түсіндіргім келеді да. Саған қандай зияным бар мен айтып отқанда, мен нақақ айтсам, айтта, соны айт сен. Дұрыс па, қате ма? Мына Амантайдың ізінен сондай нетіп жатыр, ізінен қалмай, жаңағы штраф салып жатыр, болмаса қанша адамлар жүріпті квартирада, оларға штраф салмайды. Зүлфияны кешегіде алып кетіп, үкімет алып кетіп, үкіметтің адамлары ғой енді, үкімет уәкілдері, жаңағы правоохранительный органы, біздерді қорғайтын адамымыз, наоборот, біздерді қорлап жатыр, алып кетіп, азы отыр үйінде, туалетке де бара алмаймын, аяғым ісіп тұрды, бәрі
телефондарын алып қойып жатыр. Сол дұрыс па? Сол хақында айтса, басқа жаққа теманы бұрмай, туысқанлар. Мына әзір ондай жағынан сіз ітібар бермейсіз да, мысалы Амантай Сейтмұраттың тіл хақында айтып шыққан кезде, жаңағы айттым ғой, Айнұрлар, я болмаса жаңағы кімлер, ажнязлар бұның маскасы жоқ хақындағын айтады, бірақ ол тіл хақында айтып отыр, сол хақында бір сұрақ аузын ашпайды да, сол хақында. Негедір? Оның басқа жақтан іздейді. Мен сізге айтайын, сол Амантай Сейтмұрат маскамен шыға қойсын. Сіздер сонда да брат деп айтып шығасыз. Мына отырса опақ, тұрса сопақ. Маған сондай қылып бастылар да, мен жаңағы біреуді неге мынандай қылып жатыр деп білсем, ол хақында айтпайсың, сен жаңағы сыртта жүрсең, сен жаңағы бір жақта жүрсің дейді. Ау жәке, сен сондай-ақ сен-ақ патриотсан ба? Сен-ақ шық, Амантай Сейтмұраттың қасына шық. Флаг көтеріп шық. Мен саған жазып жібердім комментарийде. Сен маған шыға қойшы деп, нөмірімді жазып жібердім. Сен өзің нөмірін жазып жібер деп. Мен саған WhatsApp-тан, Telegram-дан түсіндірейін деп. Мен оның бәрін драма қылып жазып отыра алмаймын ғой. Роман, целый роман, том қылып. Вот соның үшін сондай қылып атпан туысқанлар. Түсінсін деп атпан. Мен бұл жерде енді өзім жағдайым айтып неткім келмейді. Айтпай ақ қояйын десем, менде сұраулар көбейіп баратыр. Онан да жаңағыдай шығыңлар Амантай Сейтмұраттың қасына, оның жаңағы маскасы жоқ, және бір нәрсе жоқ дейсің. Сондай жақлар не қыласыздар да, ал мына өткен жылы мысаламда сондай мен жаңағы кеше кімге де Амантай Сейтмұрат естіп отқан болсаң, сен сотқа беруге хақың бар, сені сөгіп шыққан адамларға. Полный рост. Неге өйтпейсің? Неге сен өзіңді сөктіріп қойыпсың? Томаларам сондай сөктіріп қойды. Ол Тома ауылға барғаннан кейін істер оны білмеймін. Өткен жылы көрдіңіз, мысалам, Бағдатты бір бомжылар сөгіп шықты. Сөгіп шықты. Оны кім істетіп отыр дейсің? Сол бомжылар сол таниды дейсің бе соны? Бағдаттың әйелін бұзыққа шығарып. Соны кімде шығарады? Өзіңіз кіттай бір ойланып қараң, үкімет тарапынан солар шығардырып қояды. Олардың телефоны бар дейсің бе? Сондай ютубқа шығаратын. Мен өткен жылы Николай Бабанязовқа да айтқанмын, есіңде болса Николай. Сол ауылға өткен жылы барған кезде солар тауып берші маған дедім. Сол бомжар тауып бер дедім. Мен солардың видео түсірейін деп едім. Кім айттырып отыр саған, кім не қылып отыр? Енді мен оларды маңайына отырып айта аламын, бірақ сіздер ауылға жүргенде мен әр адымды камераға түсіресіз, керек болса ұрып жатқанымды түсіресіздер. Мен оған тап бірше арағын алып берсем айтырар едім соған. Кім саған айттырды деп? Маған айтып едің, Николай. Яқшы, бомжардың бәрін жинап берейін, бірақ сен ол үшін батқан жоқсың, не қыласың дедің. Кейін мен қасымдағыларды да айтты, сен басқа мәселемен баратсың ғой деді. Яқшы дедім, мен жамағатқа бағындым. Негізі солдатлар қалдырғым келмейді да, мен өзім сондай қарсықпан. Не себептен олар одан кейін және ядыңызда болса Ташкентке кім еді, правозащитник, американский правозащитник келіп еді ғой. Сонда Елена Орлаева солардан шақыртты, солар как раз жолға баратыр еді. Бақтияр аға Нитуллаев, Қоңыратбай аға, Сашок аға, кейін Өмірбек те баратыр еді. Сол жерде үкіметтің мына хитршілігін қараса, соны қалайда жібермеу керек, қалайда не керек, сөйле сол қайттан сол бомжылар пайда болды, түбіле шығарып, кімді ұрып, Өмірбек інімізді. Өмірбек оны жеп қояды, просто енді өйді ұрса болмай, ұрып, сол ұстап қалды. Ал ана бомжылар елігеден қамалмай жүрді, не? Мен соған ашуым келеді. Неге олар қамалмайды, неге олар не қылмайды? Менің інім какой-то бір жаңағы замечание Николайға істегенге соған сотқа шақырып штраф салдырып отыр. Мыналар қол көтеріп ұрып отыр. Сөгіп отыр және алдындағы видеоларында. Есат демейді. Сондай затларға неге араласпайсыздар, жәке? Ямаса Айнур. Неге көз жұмасылар? Біреудің жаңағы маскасы жоқ, соны айтасылар. Міне сол туысқанлар, сіз жаңағы бір Жангелді өзің дәртін айтып кетті деп не қылмаңлар, мен бұны қозғағым келіп қозғап отқан жоқпын, сұраулар көбейіп жатыр да. Соның үшін туысқанлар. Ол жаңағы біреулер неге және бір сұраулар бар, неге сенің атың Жангелді Қазақстан ба дейді. Енді сондай атты қойған, оның бір себеплері бар. Қазақтың қаны менде де бар, анам қазақ.
Енді бір сондай болған. Айтқым да келмейді. Енді бірақ енді яқшы. Сол сұрауларға жауап беру үшін айтуым керек мен әрқайсысына. Анамның ішінде мен ұлыма қимылдамай қалғанмын, ішінде өліп қалғанмын мен. Содан кейін оны ішін жарып алды. Кесарева дейді. Кесарева сөйтіп жарып алып, туатын кезде, шамасқан кезде сондай қимылдамай қалғанмын, өліп қалғанмын ба, білмеймін мен. Оятылған сөйтіп, әнеге жатқызып қойған мен бетіме шүберек жауып қойып. Бір кездері мен бір қимылдап кеткенмін мен. Жан енгені, Алла Тағала жан берген бір өзі сөйтіп қырсығып келген мен бұл дүнияға. Ал солай ақ түсіндірейін саған. Өзім қырсықпан сондай. Содан кейін атымды жан келді деп қойған. Қазақтың аты, маған көбісі қазақтың аты дейді, бірақ біреулер жан Қарылпақтың аты да бар дейді. Мен бұл Қарылпақты қазақта сирек бұндай атылардың сирек көрмеймін еш. Өмірімде бір мәрте көрдім, Қарақалпақсында бір қазақ бала болды, аты Жангелді деп қойған екен. Болғаны, Қарақалпақты сыра көрмедім мен. Мейлі қазақ дейсілер ме, өзбек тең, farқы жоқ, мен өзімді Қарақалпақпын деп сеземін. Қазақтың қаны бар, дұрыс. Құрметлеймін бәріне. Сол туысқандар. Және бір айтайын дегенім, көпсіңіз енді өзбек миллетін сөгесілер, не қыласылар, ол енді мен ойлаймын надұрыс деп. Біз өзбек үкіметіне қарсы шығып жатырмыз. Дұрыс, арасында бар, өзбек халқының арасында да бар, ондай халық, любой халықта да бар, Қарақалпақтан табылады. Ол любой неде бір жаңағы бір урод табылады, шала туылғандар. Мен кеше көріп отырсыздар, ана ел қызметіндегі редакторы соны ізіне ерінбей барып, ана сөккен өзбекті, Қарақалпақтың бәрін сөккенені 7 күн ба қамаққа алып отыр, болғаны сол. Иштраф салып отыр. Сонда сол болғаны ма, мен өзім, енді бұл законымыз сондай бұл ауылдың, болғаны. Мен басын кесіп алып тастағанды мақұл көремін, ондайлардың қалғанларына урок болады да. Ол сөйтіп құтылып кете беретін болса, онда біз әрем сөгіп отыра берейік пе сөйтіп? Болмайды ғой ол. Закон сондай. Туысқандар. Не айтайын деймін, және қандай сұраулар бар еді. Осындайда бір айтып қалайын деймін, бәрі ядыма келмейді. Бір сөзім айтқанда, сол үшін мен бір видео шығарып атырғаным. Кімнің қандай хақ құқылары бұзылып нетіп атса, видеоға түсіріп маған жіберсеңіз, мен уәде беремін соны шығаруға. Керек болса монтажлап, керек болса қиып керек емес жерін. Сол үшін бір телефонды бір көбісі қате ұстайды, мынандай ұстайсыздар да, ол ютубтан қысылып шығады. Мынандай ұстау керек, мынандай түсіру керек, негізі. Сонда экран полный болады. Сол туысқалар, бүгінгі сол қатты кеткен болсам, кешірім сұраймын. Сол жәкеңлерден де, просто бір сенде Қарақалпақ шығарсаң, бірақ бір орысша айтады, пасуй, темаға қарай сұрауларыңды беріңді, басқа жақларды айтпаңда. Мен айтып тұрмын ғой, алдыңа тамақ әкелді ма, мысалы тамақтың дәмін айт, несін айт, сен дастарханы жыртық, столы сынық, тұяғы, оларды айтпаңда, басқа жаққа бұрмаңда, туысқандар. Жаңағыдай маскасы шықты, және бір нәрсе шықты. Ол не ақында айтып отыр, соған бір ітіп беріңді. Туысқандар, сол бүгінгі мәселе. Сау саламат болың. Келесі көріс.